Ассаламуалейкум, Металл KZ каналдың тәркілушілер және қонақтар. Мына бүгінгі видеороликте біздер осындай мониторды ашамыз, көреміз ішінде құрамында қандай металдар бар екен. Мінекей осындай монитор, арт жағынан кәдімгідей монитор. Соны мен қазір ашып бастайым. Так, міне мен уже мына монитордың ножкасын алып тастадым. Енді мына қызық жер шуруптарды да тоже алып тастадым да. Енді ашқанда оны бүйтіп ашамыз біз. Отверткамен бүйтіп қыламыз да. Вот. Так, мынау деген монитордың іші. Дала кішкене бізде бұлттан қалды, тың көрінбейді, қараңғы болып тұр. Мына жерінде міне шуруптар бар екен. Опа. Вот мінекей. Монитордың іші қандай болады екен. Өте простой схема. Схемасы өте простой. Ал міне көрейік, не бар екен мынаның ішінде. Чип, резонатор, шлейф. Мінекей, сарғайып тұр, позолоченный. Оны біздер, мен мына шлейфтерді осылай жинаймын. Кесіп, сосын бөлек бір жерге жинай берем. Шлейфтің сарғайып тұр, ол алтын. Так, мына жерде мінекей. Тоже онда алып тастаймыз мінекей бүйтіп. Так. Приподниму-ка ее. Қазір мен мынаны до конца ашайым, сосын қосыларын. Так, мінекей жайлап мониторымыз ашылып жатыр. Қалған тек мінекей экран. Экранда міне мына жерде мындай отдельно көрсетіп өтейін деп едім. Мындай защелкалар болады. Баяғыда мен осындай 1-2 монитор ашқан болған, бірақ ол өте баяғыда болды. Мындай салыпты. Жайлап ашасыз. Қазір мынаны көтерейін шық. Көріне ме, көрінбей ме? Мындай пластмассовый корпус болады, мына айналасы. Соны алып салсаңыз, мына защелкалар болады ішінде. Ладно, не буду я как положено, просто сейчас бір жағын бір жерінде мынаны ашып береміз. Оны бізде аяйтын ештеңе жоқ. Так. Мына стеклоның ішінде мүмкін күміс бар шығар. Бірақ мен оларды
жинамаймын, мен оларды лақтырамын. Тек қана мынандай шлейфтерді алам. Мыналардың ішінде бірдеңе болып қалуы мүмкін. Мінекей, мыналардың ішінде. Оларды мен алып қоямын. Білмеймін мына ішінде не зат бар екен. Бірақ лақтырмаймын. Мыналар қажет емес. Мыналар да қажет емес. Различные вставки. Міне. Мынау оргстекло, тап-таза оргстекло. Оны біздер лақтырмаймыз. Оргстекло өте керемет нәрсе. Оны мен алып қоямын. Пайдаға сыр бір жақтарға. Қалын алып қоямыз. Так, мына металл не екенін мен білмей жатырмын. Мүмкін нержавейка, мүмкін ол алюминий шығар. Бірақ магнит алмайды. Мына темір болса. Мынаған алмайды. Так, мінекей мониторды біз аштық. Негізі алюминий нержавейка болу керек. Мына нержавейка похож цветпен. Мусорға лақтырамыз. Енді көрейік қандай заттар шықты екен монитордан. Так, мыналардың құрамында алтын болып қалуы мүмкін. Тек азғантай екен. Чуть-чуть бас жағында ұштары болмайды. Мынаны сындырып көрейік. Жоқ екен. Өте аз екен алтыны. Тоже мына бас жағында. Ол бізге болмайды ондай. Тек бас жағында кішкене. Ол аз екен. Білмеймін, қалдырма қалдырмаймын. Так, мына жерде көп тұрмыз біздер. Мінекей. Мынандай чип, резонатор. Міне шлейфтікі, ішінде сарғайып тұр, ішінде позолота, оны қалдырамын. Так, басқа ештеңе жоқ екен. Сол чиптерді алам, резонатор алам, мынаны алам, болды. Басқа дым жоқ. Так, мына жерде азғантай мыс бар. Мына жерде мыс бар. Так, катушка. Тек азғантай мыс бар екен. Болды. Мінекей, мына жерде и мына жерде. Мінекей. Так, сосын азғантай алюминий бар. Оны алам. Болды. Басқа қызық заттар жоқ. Мына жерде SMD конденсатор бар, соларды алам. Так, басқа. Сосын негізінде мінекей мынандай плата шықты.
Бұл міне. Мынаның ішінде алтын бар екен. Міне, мынау. Оны мен не істеймін? Мен оны ламельге қиып тастаймын. Аяйтын ештеңе жоқ. Жайлап ламельге қиямын. Егер де ламель деген видео көрмесең болсаңдар, мен соның ссылканы қалдырам. Кейінірек көрсеңдер болады. Осылай қылып сындырам да, оларды ламельге қалдырам. Міне көрініп тұр да, сарғайып тұр. Мына платаны, сосын мына жерлерді мен кесіп тастап, қайшымен аккуратно ламельге қосам тоже. Негізі мына платада мындай заттар көп екен. Оны даже бөлек қалдырсам да болады да. Мына сарғайып тұрған бәрі де алтын. Так, SMD конденсаторы. Мына қоңырларды аламыз. Мынандай маркировка болады. Соны бәрін аламыз. Міне целый мінеке қатармен тұр міне. Бәрін аламыз. Так, мынандай чип. Мынау да мінеке алтын. Так, мынандай SMD конденсатор. Өте үлкен, жақсы екен. Жалпы мына платаны мен солаймен қалдырам, себебі мінеке алтындар міне точка бар екен. Міне мынау да алтын. Сарғайып тұрған. Шлейфтің ішінде не зат бар екен, көрейік. Разъемді. Ішінде не зат бар екен. Так, ештеңе жоқ екен. Так, мына жаңа заттар қалдырамыз оны. В общем, мына платаны солаймен қалдырамыз. Алтындар көп. Так, мыналар енді темірлер шыққан. Ламельге тастаймыз. Сосын мінеке мынандай тағы да бір бар міне. Кнопкалар. Оның құрамында күміс болады. Любой негізінде кнопка контакт ретінде ішінде кнопка болады міне. Оны біз обязательно қалдырамыз. Но даже алтынға похож ғой, позолоченный кнопкалар болады, я. Негізінде құрамында любой кнопкада күміс болады. Бір күні мен бұйырса бір видео шығарармын. Соның күміс контакттарын бәрін көрсетермін, қандай болады. Советский, импортный. Лақтырмаймын, соны жинап қоямыз тоже. Так, мынау жаңа темірлер. Мінеке осындай обзор бүгінгі монитор. Мінеке пластмасс, темір. Мынау экранның, кстати, экранның ішінде құрамында күміс болу керек. Егерде жинайым десеңіз. Бірақ мен оны жинамайым, мен оны мусорға тастаймын, себебі мен мұндай қатты қажетім жоқ. Мусорға тастаймын пластмастармен. Мына оргстеклоны мен өзіме қалдырам. Оргстекло үйге бір пайдаға сатын зат. Онымен даже фар жасау болады да, фар. Машина, мысалы, фары сынып қалған кезде орнына осыны қоюға болады временно. Ал мінеке осындай обзор. Монитор біздер аштық. Сендер мынандай заттар шықты. Егер де видео ұнаса, лайк басамыз, ұнамаса дизлайк, комментарий жазамыз міндетті түрде. Назарларыңызға рахмет. Сау, аман болыңыздар.